Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз айдағы жасырынбақ әңгімесі заманауи шығарма. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты бұл шығарманың заманауилығын және жаңашылдығын анықтауымыз қажет. Шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға береміз. Бағалау критерийлері айдағы жасырынбақ әңгімесінің бүгінгі күнмен байланысын, ұлттық сипатын заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға береді. Сабаққа кірісетін болсақ, бүгінгі сабағымызды ойлаудың 6 қалпағы тапсырмасы арқылы, әдісі арқылы өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсатына жетуіміз үшін және де әңгіменің жаңашылдығын, әңгімедегі құндылықтарды анықтауымыз үшін осы деңгейден, осы тапсырмалардан өтуіміз қажет. Бірінші, қызыл қалпақ. Балалардың іс-әрекетіне өз эмоциясын жеткізу. Балалардың іс-әрекеті деп отырғанымыз айдағы жасырынбақ әңгімесіндегі негізгі кейіпкерлер Мерген мен Сартай. Олардың іс-әрекетіне сіздер қандай көңіл күйде болдыңыздар, сіздер қандай эмоцияда болдыңыздар? Олар жасырынбақ ойнаған кезде, олар бір-бірін таба алмай қалған кезде сіздердің өздеріңіздің эмоцияларыңызды түртіп дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Келесі сары қалпақ, Мерген мен Сартайдың іс-әрекеттерін қолдану. Сіз өмірде қолданар ма едіңіз? Жалпы Сартай мен Мерген іс-әрекеттерін өмірде қолданасыз ба? Олар қандай іс-әрекет жасап еді? Айға бірге барды және айдың табиғатын тамашалап, өздерінің жер ғаламшарын естеріне алып, екеуін салыстыру жасады және екеуі жасырынбақ ойнап, бір-біріне деген қандай сезімдерін танытты. Осыдан біз олардың қандай екенін білетін едік. Өткен сабақта біз кейіпкерлерді өткен кезде оларды біз адал достар деп айтқан едік. Мерген қандай ақылды, зерек болса, Сартай да дәл сонда. Екеуі де бір-біріне жанашыр достар, бір-бірі үшін қолынан келгеннің барлығын жасайды деп талдаған болатынбыз. Осы іс-әрекеттерді сіздер өмірлеріңізде қолданасыздар ма? Және осы шығарманың соңында жарайды енді ойнамаймыз, одан да ана көрініп тұрған жеріміздегі атмосферамыздың, гидросфера мен биосферамыздың тазалығын ойлайықшы деп айтатын сөзі. Неге тұрады осы сөзінің өзі? Сіздер осындай пікірді сіздер де айтасыздар ма? Сондай іс-әрекет жасайсыздар ма? Осы атмосферамыздың, гидросферамыздың, биосферамыздың, қарапайым тілмен айтқанда осы жер анамыздың тазалығына сіздер де көңіл бөлесіздер ма? Сіздерді де ол уайымдатады ма? Күнделікті өмірде сіздер оны қолданасыздар ма? Осы сұрақтың жауабын жазып отырыңыздар дәптерлеріңізге. Келесі көк қалпақ, шығарманы өмірмен байланыстырып қорытынды жасау. Бұны соңына қалдырайық. Қара түсті қалпақ, балалардың іс-әрекетінің жағымсыз жақтарын айту. Сіздердің ойыңызша осы балалардың, яғни Сартай мен Мергеннің іс-әрекетінің жағымсыз жақтары бар ма? Яғни олардың минустары, қателіктері, кемшіліктері, немесе қорқыныштары, негативті нәрселер кездесе ме? Қалай ойлайсыздар? Мына сіздердің оқулықтарыңызда бар, айдағы тіршіліктің бейнесі ретінде ғаламтордан алынған суреттер қойылған. Ғарыштан қараса, ғарыш жердегідей емес, қап-қара түнек, қап-қара, тек самсаған жұлдыздар ғана көрінеді. Біздің жерімізде жарық болып, жермен күннің сәулесі жермен шағылысып бізге жарық, жылу беретін болса, атмосфераның арқасында, біздің озон қабатының арқасында, ал басқа ғаламшарларда, басқа аспан денелерінде де дәл сондай жарық бар ма? Дәл біздікінде атмосфера, дәл біздікінде жарық болмағандықтан ол жақта қап-қараңғы болады. Олар сол айдың жер қыртысында, ай қабатында тұрып, жерге тамсанып қарап, жер бізге қара аспанға іліп қойған
шыны шар тәрізденіп көрініп тұрады деп соншалықты махаббатпен естеріне алып соншалықты сағынатын еді. Осы жерде ең алғаш рет ай бетіне өздерінің табандары тиген кезде ең алғашқы рет ай бетінде мерген мен Сартайдың қонатыны, яғни бір түнеп шығатын кезінде қандай сезімде болды олар? Ол ай термометрі қанша градусты көрсетіп еді? Олардың көңіл күйі қандай болды? Осы қара түсті қалпаққа сәйкес келмей ме? Қалай ойлайсыздар? Осы жерде бір негатив, осы жерде қорқыныш, осы жерде бір жағымсыз әсерлер бар секілді, иә? Соны тауып жазыңыздар. Келесі қалпақ жасыл түсті қалпақ. Сартайды қорқытпаудың қандай жолдары бар? Сіздер қалай ойлайсыздар? Сартай не үшін қорқып еді? Қай кезде қорқып еді? Жалпы бұл айдағы жасырын бақ әңгімесі балалардың басынан өтіп жатқан оқиға ретінде сондай қызықты түрде мазмұндалып айтылады, иә. Негізгі бастарынан өткен оқиғаны баяндаушы бұл негізгі кейіпкер кім еді? Мерген ба әлде Сартай ма? Мерген, иә, негізгі кейіпкер Мерген. Осы Мерген оқиғаны баяндай отырып, баяндаған жерлерінде бірнеше қорқыныш бар, байқасаңыздар, иә. Ең алғашқы рет жаңа айтып өткенімізде ай бетіндегі айдың ерекшелігіне, айдың табиғатына, айдың енді атмосферасы деп айтуға келмейді, бірақ градусына, соншалықты қысымға, оның қазан шұңқырларына барлығынан қорықты, иә. Бірінші қорқыныш ол табиғаттан қорқыныш. Жалпы айналасындағы түсініксіз табиғаттан қорқу болды. Ал екінші қорқыныш достардың ойнаймыз деп жүріп, от баса жаздап, яғни шұңқырдың ішіндегі көлеңкеге түсіп, бір-бірін таба алмай қаламыз ба деген қорқынышы сондай өте үлкен қорқыныш болды, осы жерде өте қатты қорықты. Және тағы да шығарманың соңында тағы да бір қорқыныш бар, байқайтын болсаңыздар. Енді мұнда жасырынбақ ойнамайықшы деп неге айтты олар шығарманың ең соңында? Сартай осылай деп айтты ғой. Енді мұнда жасырынбақ ойнамайықшы деді, иә. Бұл жерде де қорқыныш бар. Бұл жерде енді бұл балалар неден қорқып тұр? Қарапайым кәдімгі табиғаттан, жаратылған табиғаттан, немесе басқа да күштерден емес, неден қорқып тұр осы жерде? Өзіміздің, жер анамыздың, жер планетамыздың, жер ғаламшарымыздың дәл осындай болып құрып кетпеуінің, экологиясының құрдымға құлап, сондай өте төменгі деңгейге жетпеуінен, осындай біздің атмосферамыздың, яғни ауа қабатымыздың, гидросфера су қабатымыздың, биосфера тіршілік қабатымыздың тазалығын ойлап, соның ластануынан қорқу, иә. Ол ластанса, әкесі мысал келтірді ғой, айды мысалға келтіріп. Ол жерде де сондай болған, егер экологияны сақтамасақ, жерде де сондай апат болуы мүмкін деген секілді. Осы жерде оқушылар, сіздер ойланып қарап отырсаңыздар, жалпы адамзаттық құндылығы жатыр. Бүкіл адамға ортақ. Бұл жер ғаламшарымыз біздің тұрып жатырған бүкіл адам баласына ортақ біздің үйіміз. Сондықтан оған біз барлығымыз соншалықты алаңдап, соншалықты көңіл бөліп, соның тазалығы үшін қорқуымыз қажет. Енді осы жерде Сартайды қорқытпаудың қандай жолдары бар еді? Қалай ойлайсыздар? Жердің құрып кетуінен, экологиямыздың құлдырап кетуінен, биосферамыздың, атмосферамыздың жоғалып кетуінен қорықпаудың қандай жолдары бар? Яғни оны сақтаудың қандай жолдары бар? Өз пікірлеріңізді, идеяларыңызды жазып кетіңіздер. Және ақ түсті қалпақ тақырып туралы түсінік беру. Жалпы бұл тақырып сіздерге өте жақсы түсінікті болды. Bir жағынан бұл автордың әдісі өте тиімді болды. Айдағы жасырынбақ тақырыбының өзі сондай бір қызығушылық тудырады. Аспан денесіндегі жасырынбақ ол қалай? Оқушылардың қызықты әңгімесі арқылы ай бетін суреттей отырып, фантастикалық оқиғаларды айта отырып, оның астында бір мән жатыр, байқасаңыздар. Жай ғана бұл фантастика адамның қиялы емес, астында бір үлкен идея жатыр, байқасаңыздар. Енді ең соңғы көк түсті қалпақ шығарманы өмірмен байланыстырып қорытынды жасау. Біздің бүгінгі мақсатымызда
осы шығарманы заманауи тұрғыда салыстырып жаңашылдығына баға беруіміз қажет болған. Байқасаңыздар, бұл шығарма бүгінгі таңда өзекті ма? Қалай ойлайсыздар? Бұл шығарманың идеясы, яғни біздің жер анамызды аялау, туған жерімізді құрметтеу, оның тазалығын сақтау бүгінгі күнде де маңызды ма, актуальды ма? Қалай ойлайсыздар? Әлде біз бұл проблема өткен ғасырдың ширегінде қалған, бұл проблеманың, бұл мәселенің шешуі табылып, жауабы табылған ба? Қалай ойлайсыздар? Ал неге әлі күнге дейін заманауи болып тұр бұл шығарма? Неге әлі өзектілігін жоғалтпай тұр? Өз пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Осы 6 пунктті дәптерлеріңізге қысқаша түртіп алыңыздар. Қазір біз сабақты қорытындылауымызға, жалпы мақсатқа жетуімізде осы тапсырманың үлкен көмегі тиеді. Ары қарай өтейік. Ғылыми зерттеу орталығы әдісі бойынша қазір кішкене бір зерттеу жасап өтейік. Сіздер зерттеу жасап өтесіздер. ГЗО деп отырғаны ғылыми зерттеу орталығы. Оқушылар шығарма мазмұны бойынша шығармада көрініс тапқан ұлттық құндылықтар атты шағын жобалық жұмыс жазады. Жұмыстың өмірмен байланысы болуы керек. Жобада Айға жасырынбақ шығармасының жаңашылдығына заманауи тұрғыда баға береді. Яғни қысқаша жобалық жұмыс жасады. Яғни өздеріңіздің қазіргі таңда пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Енді біз жаңа бұл шығарманың заманауилығы, сонымен қатар өзектілігін біз айтып өттік. Енді сіздер осы Айдағы жасырынбақ әңгімесіндегі ұлттық құндылықтарды іздеп көріңіздерші. Біз жаңа жалпы адамзаттық құндылықты айтып өттік, байқасаңыздар, жер планетамызды сақтау жалпы адамзаттық құндылыққа жатады. Ал осы шығармада ұлттық құндылықтар бар ма? Қалай ойлайсыздар? Кейіпкерлердің арасындағы қарым-қатынаста құндылықтар бар, байқасаңыздар, екі достың, негізгі кейіпкерлердің арасында қандай құндылықтар бар? Олар үшін не құнды болып тұр? Не үшін қорқып еді? Жаңа біз қорқыныш дедік, сол қорқынышты анықтай отырып, біз осы жерде құндылықтарды анықтай аламыз. Себебі біз өзімізге құнды нәрсені жоғалтып алудан қорқамыз. Яғни құндылықтарды жоғалтып алудан қорқамыз. Шығармада 3 қорқыныш бар деп, қорыққан кезі бар деп айтып өттік, жаңа. Біріншісін есімізге түсірек. Бұл жалпы табиғаттан қорқу, бұл жерде құндылық бұл жерде құнды болып тұрғаны бізге біздің өміріміз, жер ана. Одан кейінгі екінші қорқыныш қай сәтте болды? Екі кейіпкердің арасында бір қызықты оқиғада қорқыныш өрбіп еді ғой, естеріңізде болса. Яғни Айдағы жасырынбақта Мерген мен Зартай Айда жасырынбақ ойнап, Айдағы қазаншұңқырлардың көлеңкесінде жасырынбақ ойнап, бір-бірін жоғалтып ала жаздайды, тіпті бір-бірін көрмей сондай қатты қорқады еді. Осы жерде қандай ұлттық құндылық бар? Достыққа адал болу деген ұлттық құндылық бар, байқасаңыздар, бұл жалпы адамзаттық құндылық, адамгершілік құндылыққа да жатады, бірақ енді қазақ халқының бойына сіңген досты бірінші орынға қоятын сондай адалдық, сондай жанашырлық, адамгершілік құндылығы бар, байқасаңыздар. Және тағы да осы шығарманың өн бойында тұрған ең үлкен құндылық, ең үлкен құнды болып тұрған нәрсе бұл біздің жер анамыз, жер ғаламшарымыз, жер планетамыз. Соның тазалығы, соның былайша айтқанда амандығы. Бізге ең үлкен құндылық болып отырғаны табиғаттың тазалығы, экологиялық мәселе деп айтсақ болады. Осы жерде ұлттық құндылықпен байланыстыратын болсақ, мысалға қазақта осы экологияға, табиғатқа байланысты, жер анамыздың табиғатына байланысты мақалды мәтелдер өте көп, байқасаңыздар, бір тал кессең 10 тал ек. Бұлақ көрсең көзін аш. Мысалға жауын менен жер көгерер дейді, бата менен ел көгерер. Бұл туралы мақал мәтел өте көп. Сіздер осы тіпті ғаламтордан табиғат туралы мақал мәтел немесе жер туралы мақал мәтел деп ізденіп көрсеңіздер, осы құндылықты сіздер толықтай ашып шыға аласыздар. Өмірмен байланыстырыңыздар, қазіргі жағдаятпен, қазіргі еліміздегі бүкіл ғаламшардағы жағдаймен байланыстырып жазып көріңіздер.
Және де ұлттық құндылық ретінде осы жерде бір отбасылық қатынас бар, байқасаңыздар. Мерген айға кіммен бірге сапар шегіп еді, байқасаңыздар. Әкесімен бірге, осы жерде әкесінің несі бар шығарманың ең соңында? Әкесі ұлдарына сондай бір ақыл, өсиет, өнеге ретінде өзінің алған ғылыми зерттеу нәтижелерімен бөліседі. Өздерінің ғылыми зерттеумен бөлісе отырып, балаларына мына жері бар ғой шығармадан өзінде қарасаңыздар. Әкем мән-жайды Сартай екеумізге түсіндіріп болған соң өзінше ойға батып үнсіз қалды. Біз үлкен терезеден сыртқа көз тастадық. Жиегі қара пердемен тұтылғандай қап-қараңғы ай аспанда менмұндалап әсем жеріміз көрініп тұр. Яғни әке мен бала арасында қарым-қатынас. Осы жерде балалардың бірден әкесінің айтқанын тыңдап, әкесінің айтқанына, мысалы ол Мергеннің әкесі, Мерген әкесінің айтқанын бірден түсініп, бірден тыңдап жарайды деп тұр. Ал Сартай оның досы, үлкенді сыйлап, өзінің досының әкесін сыйлап, соған сондай құрмет көрсетіп, енді мұнда жасырынбақ ойнамайықшы деп, сондай зеректігін, сондай тәрбиелі, өнегелілігін көрсетіп тұр. Осы жерде мысалға үлкенге ізет деген қазақтың ұлттық құндылығын байқауға болады. Қазақ сөзге тоқтаған халық деп айтады, байқасаңыздар, сөз қадірін білетін халық. Әкесінің бір ауыз сөзін түсінді. Осы жерде көкесінің айтқан сөзі де бар, табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарыңда деді. Сол кезде көкем Сартай екеуміздің сөзімізді тыңдап болып, достарыңа да түсіндіріңдер мұны дейді. Өте көркем шығарма, байқасаңыздар, қаншама ұлттық құндылық жатыр. Осы туралы жазып кетіңіздер. Және шығарманың жаңашылдығына заманауи тұрғыда баға беріңіздер. Заманауи тұрғыда баға беріңіздер деп отырғаны, біз заманауилығын айтып өттік, қазіргі таңда өзектілігін айтып өттік. Енді жаңашылдығы, бұл шығарманың басқа шығармалардан қандай ерекшелігі бар, қандай жаңалығы бар, қандай бір ерекшелеп тұрған, бүгінгі талапқа сай қандай жаңашылдығы бар, байқасаңыздар. Бұл шығарманың басында біз алғашқы сабақтарда айтып өткенбіз. Жүніс Сахиев жай ғана фантаст жазушы емес, ол кәдімгідей осы астрономияны зерттеген ғалым. Оқулықтарыңызда бар. Ол кәдімгідей ғылыми қаншама зерттеулер жасай отырып, соның нәтижесінде осындай шығарма жазып отыр. Мысалы, оқулықтарыңызда бар, сіздерде Жүніс Сахиев ғалым ретінде 1988 жылы Марсқа жасаған ғылыми зерттеу еңбектері үшін КСРО ғылым академиясы құрамындағы бүкіл одақтық астрономия геодезия қоғамына толық мүше болып қабылданды дейді. Ол 1971 жылдан бері осындай фантастикалық шығармалар жазады. Яғни бұл Жүніс Сахиев кәдімгідей ғылым академиясының құрамындағы толық мүше. Яғни бұл кісі академик, ғалым, астрономия, физика саласы бойынша. Бұл жаңашылдық па? Айға деген ғалымдардың зерттеулерін өз шығармасында қолданып, жаңашылдығын, жаңалықты көрсетіп отыр. Әдеби шығарманың ішінде қысқаша болса да айдың пейзажын, айдың табиғатын бере отырып, осындай жаңалықтарды енгізе кетті. Және бұл шығарма, бұл тақырып ескірмейтін тақырып деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осымен сабағымыз аяқталып қалды. Бүгінгі сабақта бағалау дескрипторы бойынша, бағалау критерийі бойынша, ойлаудың 6 қалпақ әдісі бойынша талдау жүргізілді. Сіздер дәптерлеріңізге түртіп алдыңыздар деген ойдамын. Шығарманы өмірмен байланыстырып қорытынды жасады. Сіздердің өзіндік қорытындыларыңыз бар деп ойлаймын. Шығармада көрініс тапқан ұлттық құндылықтар атты шағын жобалық жұмыс жазды. Оны да сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Шығарманы өмірмен байланыстырды
және айға жасырынбақ әңгімесінің жаңашылдығына заманауи тұрғыда баға берді. Осымен сабағымыз аяқталды. Кері байланыс жасайық. Рефлексия, комментарий жасаңыздар. Бүгінгі сабақта енді жұптық топтық жұмыс болған жоқ. Бізде тек жеке және мұғаліммен жұмыс болды. Жеке өздеріңіз не түсіндіңіздер, не ұғындыңыздар, жекеше қандай пікіріңіз бар, бұл жерде айтылмаған, соны жаза кетіңіздер. Ал өздеріңіздің қосылатын немесе қосылмайтын, келіспейтін пікірлеріңіз болса, мұғалімнің айтқанына келіспейтін пікірлеріңіз болса, оны да жаза кетіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.